Сәлеметсіздер ме, көрермендер? Мен Аполло ауруханасынан, Секундерабад қаласынан доктор Ривати Рамасвами. Сіздер бәріңіз жатырды алып тастау немесе гистерэктомия дегеннің не екенін білесіздер. Енді жатырды алып тастаудың әртүрлі жолдары туралы айтып өтейін. Жатырды алып тастаудың көптеген тәсілдері бар. Егер жатыр төмен түсіп босап, төменнен шығып жатса, онда оны дұрыс алып тастау жолы төменнен, яғни қынап арқылы алып тастау. Бұл әдіс қынаптық гистерэктомия деп аталады. Бұл жатырды алып тастаудың ең қолайлы әрі науқасқа ыңғайлы тәсілдерінің бірі. Жатырды алып тастаумен қатар қасында орналасқан және босаңсыған барлық көші құрылымдар да қатайтылады. Бұл жамбас түбін және периней аймағын қолдау деп аталады. Осылайша бүкіл аймақ нығайтылады. Тағы бір тәсіл лапароскопиялық гистерэктомия, яғни іш қуыс арқылы жатырды өте сақ, шамамен жарты немесе 1 сантиметрлік тіліктер арқылы алып тастау. Егер жатыр тым үлкен болып, лапароскопиялық гистерэктомия жасау мүмкін болмаса, онда көп жылдан бері қолданылып келе жатқан дәстүрлі әдіс ашық гистерэктомия немесе лапаротомиялық гистерэктомия деп аталады. Бұл әдісте іш қабырғасының қабаттары кесіледі, жатыр қолмен алынады. Әрине, гистерэктомияның тағы бір заманауи тәсілі роботтық гистерэктомия. Мұнда жатырды алып тастауда хирургқа робот көмек көрсетеді. Әрбір осы әдістің өз орны бар, әрі әрқайсысы белгілі бір жағдайда ең тиімді болып табылады. Ендеше қай гистерэктомияны жасау керектігін анықтайды. Бұл жатырдың түрі, мәселенің сипаты және хирургтың шеберлігі. Біз осының бәрін біріктіріп, сіз үшін ең дұрыс тәсілді таңдауымыз керек. Мен бір әдіс екіншісінен артық деп айта алмаймын. Әрқайсысының ерекшелігі бар. Мысалы, қысымен пісіретін қазанның өз орны бар. Сол сияқты қазанда тамақ пісірудің де өз орны бар. Микротолқынды пештің де өз қызметі бар. Күріш пісіргіштің де өз орны бар. Олардың әрқайсысының орнымен пайдалану керек. Дәл сол сияқты әртүрлі тәсілдер бар, және біз солардың әрқайсысын дұрыс қолдануымыз керек. Рахмет, достар.